Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Өзгелерге жетістікке жетуге көмектеседі. Өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Жақсы мінез бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы. Егер мақсатың болмаса, өмірде түк те тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе істей алмайсың. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Кейде мен өлілерге қатты қызығамын, өйткені олардың бос уақыттары өте көп. Қанша жерден дарынды болып, нәтижеге жету үшін барыңызды салып жатсаңыз да, уақыттың билігінен аса алмайсыз. Уақыт әр адамның еншісіне бұйырған, әрі зая кетіре алмайтын жалғыз капитал. Егер сіз жұмысыңызды келесі демалысқа қанша сағат, қанша минут қалды деп есептеме өткізсеңіз, онда сіз ешқашан миллиардер бола алмайсыз. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады. Ол сол үшін жаман. Өзінің ақыл ойын артықша бағалайтын адамға бірдеңе үйретпей-ақ қойыңыз. Ол сіздің бар уақытыңызды зая кетіреді. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек, ол пайда немесе зиян тигізетін сипатқа ие. Сезім әлемінде бір ғана заң бар. Сүйгеніңе бақыт құрау. Бір адамды бақытты етіп, жүзіне мың көлеңкесін, жанына қайғысын түсірмеу әркімнің қолынан келеді. Еңбек бақыттың атасы. Қанағаты бар адамға бақыт бұйырады. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Бақыттың емін табатын дәрі-дәрмек жоқ. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Адам неғұрлым өз-өзіне мәз болса, оның бойында мәз боларлық нәрсе аз болғаны. Адамдардың 3 тобы бар. Бірінші топ жаратушысын іздеді және тапты. Бұлар ақылды әрі бақытты адамдар. Екінші топ жаратушысын іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ. Бұлар ақылды, бірақ әлі бақытсыз адамдар. Үшінші топ жаратушысын іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ. Бұлар бақытсыз әрі ақымақ адамдар. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай сезінетінбіз. Қартайған шақта оның өтіп кеткендігін ғана сезінеді екенбіз. Құстардың ұшу үшін жаралған сияқты, адам да бақыт үшін жаралған. Сүйу һәм сүйікті болу қандай орасан бақыт. Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағаннан да ғаламат істерге қауқарлы. Егер әйел еркексіз өмір сүре аламын десе, қателескені. Бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш. Әйел тіпті қарадан шықса да хан қызына бергісіз болуға, ал тектінің қызы қарабайыр күнге айналуы ғажап емес. Бәрі де сүйген азаматының оған деген қарым-қатынасына байланысты. Жақсы аяқ та бір күні сүрінер. Тәкаппар адамның да арқасы бүгілер. Қара сақал ағарар. Әдемі әлпетті де әжім басар. Тек ақ жүрек қана ай мен күн сияқты жарқырап тұрар. Білім деген даналық емес. Даналық деген білімді кәдеге жарату. Адам тану
саналының ісі. Өзін тану парасаттылық. Өзгені жеңген күшті. Өзін жеңе білген ұлы. Адамға шынайы қуаныш сыйлайтын нәрсе саяхат. Тәжірибе деген үлкен байлық. Бірақ соған бүкіл жастық шағыңды сарп етіп алма. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады. Мінезі бір қалыпты адамдардың өмірі де жайма шуақ болады. Осы екеуін еш қашан ұмытпа. Сенің үстіңнен күлгендерге ренжімей ақ қой. Қателескендерге күлме. Байлығыңды тірі күніңде бөліп бер. Сонда сенің өліміңді ешкім күтпейді. Адамдар екі топқа бөлінеді. Бірі өмірден ләззат алып, бақытты ғұмыр кешеді. Екіншісі соларға қаралаумен күн кешеді. Өз қадіріңді еш қашан кетіріп алма. Өйткені сыйың кетсе, қаншалықты биік белестерді бағындырсаң да, оны қайтару мүмкін емес. Аз же, көп өмір сүресің. Сөз күміс, үнсіздік алтын. Жоқ деген сөзді айтуды үйреніңіз. Мұныңыз ешкімге жақпайтыны анық. Есесіне адамдар сізді құрметтей бастайды. Өмірдің 3 қағидасы. Алға қадам баспасаңыз, орныңыздан тапжылмайсыз. Білмегеніңізді сұрамасаңыз, жауабын еш қашан білмейсіз. Ойыңыздағыны жасап көрмесеңіз, еш қашан мақсатыңызға жете алмайсыз. Өзіңді өзің сыйламасаң, өзгеден сый дәметпе. Біреу қателессе, жұрттың бәрі ақылды. Ер адамдардың ең жаман қасиеті шектен тыс уайымдау мен шектен тыс қорқақтық. Балаңнан бақыт көргің келсе, өз ата-анаңды құрмет тұт. Әйел ашуланса, жеңіледі. Еркелесе, жеңеді.